Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 7-ші сабақ, 27-ші жаттығу. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта. Ат қой. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ, тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауын құртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Мәтін ол кім, бұл не кітабынан алынған. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Ең алдымен мазмұндама жазбас бұрын бірінші жоспар құрып аламыз. Сол жоспар бойынша мазмұндаманы жазатын боламыз. Олай болса, жоспар бірінші қызғыш құстың мекені, екінші қызғыштың сыртқы түрі, үшінші қызғыштың қорегі мен пайдасы деген жоспар құруға болады. Енді осы бойынша мазмұндама жазайық. Қызғыш далалы жерде мекендейтін құс. Оның мойны қара жасылдау, арқасы жылтыр келеді, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қызғыштың тұмсығы түзу әрі қысқа, қанаты жалпақ болады. Ол жауын құрттармен және ұсақ қоңыздармен қоректеніп, зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. 28-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Мәтін Қазақстан құстары кітапшасынан алынған. Оқығандарың сипаттау мәтіні екенін дәлелде, оған ат қой. Және де мына жоғарыдағы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талдаймыз. Бірінші жыртқыш құс, үкінің түр-түсі, және үшінші оның пайдасы. Осы жоспардың ішінде қай бөлік жазылмаған? Соңғы бөлікті құрастырып айт. Мәтінге үкі деген ат қоюға болады. Ал енді мәтіннің сипаттау мәтіні екенін дәлелдейміз. Мәтінде үкінің сыртқы бейнесі баяндалған, яғни басы, көзі, қауырсыны туралы. Одан кейін қимылы баяндалған, мысалы ұшқанда дыбыссыз қанат қағатыны жайлы. Және де өмір сүру ерекшелігі баяндалған, яғни жемін түнде аулайтыны туралы. Оқиға жоқ, тек құстың қасиеттері айтылған, сондықтан бұл сипаттау мәтіні. Ал жоспар арқылы талдайтын болсақ, бірінші жыртқыш құс, мәтінде айтылған үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс деп. Екінші үкінің түр-түсі сипатталған, басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Үшінші оның пайдасы, бірақ бұл бөлім мәтінде айтылмаған. Ал оның пайдасы, үкі табиғатқа пайдалы құс, ол түнде тышқан, егеу құйрық сияқты кеміргіштерді жеп егістікті қорғайды. 29-шы жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп соңына, сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына, кім біледі үйректі? Жұмбақтың жауабы үйрек. 30-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандармен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр, арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасымен балапандарға қарай жүгірді. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз, оған ат қой. Егер біз осы жаттығумен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік? Мәтіннен өзіміз қалаған бір бөлікті көшіріп жазамыз, және де бұл мәтінге үйрек немесе үйрек және балапандар деген ат қоюға болады. Осы оқыған мәтінімізде бірнеше кадр бар. Бұл оқиғалы мәтінге жатады, себебі Әселдің балапанды құтқарған әрекеті бар, сондықтан оны бірнеше кадрмен көрсетіп мультфильм жасауға болады. Мысалы, бірінші үйрек балапандарымен шұңқыр жанында жүруі, екінші бір балапанның шұңқырға құлап кетуі, Әселдің жүгіріп келуі, балапанға көмектесуі,
балапанды анасымен қайта табыстыру. Міне бұл жерде бірнеше оқиға бар. Ал 29-шы жаттығудағы мәтін ол сипаттау мәтіні, тек қана үкі туралы сипатталған, тек қана бейнесі сипатталады, ал бұл оқиғаны тек қана бір ғана кадрмен көрсетуге болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл видео сабақ түсінікті болған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, және де видеоға лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.